Құрметті бизнес партнер, міне осы ой тазалығы, ойыңыз дұрыс болу үшін, миыңызды дұрыс нәрсеге сендіру үшін, әрине біз не істейміз? Аузымыздан шығатын әрбір сөзімізге дұрыс қарауымыз керек екен. Яғни жақсы сөз жарым ырыс деген де сөз бар, иә? Яғни сіз дұрыс сөйлей білуіңіз керек. Жақсы нәрселерді көбірек айтуыңыз керек. Ол не? Бірден бір нәрсе, ол әрине аффирмациялар. Менің қолымнан келеді, мен жасап жатырмын, мен жетістікке жетіп жатырмын, мен Алланың сүйген құлымын, мен ешқашанда мықты лидермін, менің командам ең мықты команда деген сияқты сіздер өз-өзіңіздің жаңағы самооценка дейміз ба, соны жоғарылату үшін сіздер міндетті түрде ойыңызды соған сендіруіңіз керек, миыңызды сендіруіңіз керек. Ал ол үшін күнделікті аффирмацияларды айтып бастауларыңыз керек. Мынау көп рет нені сөйлей бастайсыздар, ол бір сіздерге әдет болатындай болады. Ол нәрсені көбірек айтқан сайын, ол нәрсені сіздер жасай бастайсыздар. Жасап және айту барысында сіз уже міндетті түрде миыңызды сол нәрсеге сендіре бастайсыздар. Жалпы, мынандай бір нәрсе бар, мақсаттарыңыз айқын болсын деп жатамын, иә? Мақсаттың айқын болу үшін, қазір сіз міне мықтылардың мектебіне келіп отырсыз ғой, сіздің концентрацияңыз, сіздің фокусыңыз бір жерде болу керек. Яғни сіздің концентрацияңыз деген жаңағы бір точкаға қарай жұмыс жасауыңыз керек. Яғни А нүктесінен Б нүктесіне бару үшін сіз нақты білуіңіз керек жүретін жолыңызды. Сіздің мақсатқа қарай әрбір қадамыңыз күнделікті жоспарланып отыру керек. Міндетті түрде. Фокустың бір жерде болуы, концентрацияның бір жерде болуы, яғни осы жетістікке жету барысында өміріңізді өзгертем деген кезден бастап, өмірін жалпы өзгерткісі келетін адамның алғашқы әрекеттерінің барысында міндетті түрде адам көптеген қарсылықтармен кездеседі. Ол енді ол міндетті түрде бар нәрсе, өйткені сол кезде ғана сіз сол қарсылықтардан өту барысында ғана үлкен жетістіктерге жетесіздер. Фокусыңыз бұзылмасын дегенім, сізді сол жол жүру барысында, яғни мақсатқа қарай келу барысында сізді адамдар кері тартуы мүмкін, иә? Ой, қайтесің, бұл нәрсені не қыласың, сете ойда бір жетістікке жетіпті деген адамды көрмедім деп айтуы да мүмкін, хотя ондай адамдар өте көп. Тағы да жүресің ғой, өткенде де анау Арифлеймге барғанда бір жасап жетістікке жеткенің шамалы еді ғой деген сияқты сіздің жаңағы күш жігеріңізді құм етуге тырысатын адамдар өте көп болады. Сол кезде сіз концентрацияңызды, фокусыңызды кетіріп алмауыңыз керек. Бір жерде болу керек. Капля воды камень точит дейді орыста. Яғни, мысалға, бар ғой капля воды, шынымен де камень точит. Не деген сөз? Тамшының құдіретін қандай немен сипаттайды? Тамшының тұрақтылығымен сипаттап отыр. Яғни, тамшы, мысалға, бір тамшы, екі тамшы бетіңізге тамса, басыңызға тамса, мысалға, жауын жауып бастаса, сіз одан өліп қалмаймыз ғой біз, иә? Бірақ оның бір жерде ұрғаннан ұра берсе, бір жерге тама берсе, азаннан кешке дейін бірнеше күн қатарынан ол жердегі тасты да жаңағы екіге бөледі екен. Мен осы кезінде немістерде пленге алған кезде адамдарды, осы тамшының тәсілімен адамдарды қинаған екен. Қинау тәсілінің бірі тамшымен болған екен. Яғни адамды отырғызып қойып, басына сұп-суық суды жайлап бір тамшыдан тамызып отырған екен. Бір тамшы ештеңе емес, 10 минуттан ештеңе емес, 20 минуттан уже басыңыз дыңылдай бастайды, 1 сағаттан уже одан да қатты дыңылдайды. Біраз уақыттан кейін суық тамшы бір жерге тұрақты түрде ұра бергеннен кейін адамның шыдамсыздығын тудырып, адамның прям жанын шығарады екен. Көрдіңіздер ме? Қалай адамды қинаған, иә? Сондықтан да бұл нәрсемен айтқым келетіні, тамшы өзінің күштілігімен емес, тамшы өзінің тұрақтылығымен теседі. Сондықтан сіз де осы бизнеске келдіңіз бе? Алдыңызға мақсат қойдыңыз ба? Мақсатыңыз айқын болу керек. Мақсатыңызға қарай адал әрекет етесіз, яғни фокусыңыз бір жерде болу керек. Бұл үшін әрине әуелі сізге өте үлкен жауапкершілік керек. Осы жерде міндетті түрде жауапкершілік туралы айтып өтейін. Жауапкершілік деген не? Спонсорыңызға еркелеуге болады, әрине, біз көтереміз еркелікті, бірақ
Қандай еркелікті? Ол басқаша еркеліктер, иә? Ал егер де сіз былай еркелесеңіз, менің кабинетіме кіре саш, өзің қарай саш, өзің мына адамды тіркей саш, салтанатпен сөйлесе салшы деп сілтеп отырсаңыз, сіз жетістікке жете алмайсыз. Өйткені мына бизнестегі жауапкершілікті қолыңызға әлі алған жоқсыз.